Қызылорда қаласында өткен 5-ші құрылтайда мемлекет басшысы елімізде болатын өзгеріс туралы айтып кетті. Міне содан кейін қазір таңда халық арасында болашақ еліміздің жаңа конституция талқылау үстінде. Бұл жерде қазір халқымыздың көбінің бір алаңдатып жүрген мәселесі әрине тіл мәселесі, мемлекеттік тіл мәселесі. Осы соңғы конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп тайға таңға басқанда айтылған. Осы жерде қарайтын болсақ, неге Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілі болу керек дейтін болсақ, шынында да 20,5 миллион халықтың 71% біз қазақ ұлтының өкілдері екенбіз. Ал егер соларға түркі тілдес ұлттардың қосатын болсақ, еліміздегі халықтың 79%-сы түркі тілдес тілдер. Сондықтан әрине бұл жерде қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуы өте заңды. Бірақ әлде болса өзіміздің мемлекеттік тілдің бұған дейінде өз деңгейіне көтерілмеген себептер бар. Оның ішінде өзіміздің қандастарымыздың да ана тілін меңгермегені және басқа ұлт өкілдерінің де біздің тілге немқұрайлық танытқаны оны жасырын емес. Енді қазір таңда осы талқылаудың кезінде халық өз таңдауын жасайды. Менің ойымша, көптің тілегі бойынша заң қабылданады. Қазақ тілі, мемлекет тілі ата заңда айтылғандай өз деңгейінде болады деген сенім бар.